Егер сізде өт шығару жолдарының әртүрлі аурулары болатын болса, онда сізде мынадай белгілер болады. Ең бірінші ол ауырсыну. Ауырсыну оң жақ қабырға астында орналасады, себебі өт сол жерде орналасқан. Ауырсыну сыздап, тұйық түрде ауырады, дискомфорт болады. Жиі майлы, ащы тағамдарды жегеннен кейін, ішімдік ішкеннен кейін ауырады. Ауырсыну дененің оң жақ бөлігіне беріледі. Оң жақ мойын аймаққа, бетке, оң жақ иыққа, жиі жауырынға, белге беріледі. Егер сізде өт шығару жолдарының әртүрлі аурулары болатын болса, онда сізде мынадай белгілер болады. Ал егер ауырсыну қатты приступ тәрізді болып тұрса, яғни спазм болып тұрса, бұл өт жолдары таспен бітеліп қалғанда болады. Осындай қатты ауру, яғни колика тәрізді ауру. Және жедел қабыну аурулары келетін, сонымен қатар дискинезияның гипертониялық түрі, яғни қатты жиырған кезде өт қабы осындай қатты ауырсыну пайда болады. Көбіне шыдатпайтындай ауырсыну болады. Келесі, ауызға қышқыл дәм келу, кекіру, жүрек айну, құсу, көбіне құсу, жеңілдік әкелмейтін құсу болады. Одан кейін іш өтулер мен іш қатулар болады. Бізде өт майды ыдырататын болғандықтан, осы өт жолдарының аурулары кезінде организмде майда еритін витаминдердің жетіспеушілігі болады. Яғни А витаминінің дұрыс сіңірілмеуінен ақшам соқыр, яғни кешкі уақытта көздің көрмеуінің пайда болуы. Одан кейін қаз терісі, яғни теріде бұдыр төмпешіктердің пайда болуы, терінің құрғауы, эластикалық қасиетінің серпімділігінің төмендеуі, ерте әжім пайда болады. Терінің гиперпигментациясы, яғни терінің әр жерлерінде қоңырқай түсті қою пигменттердің дақтарының пайда болуы. Бұл билирубиннің дұрыс өтпен шықпауының әсерінен пайда болады. Одан кейін ксантома, ксантилезмалар, яғни бұл май алмасулардың дұрыс болмауының әсерінен липидтердің, яғни майлардың, холестериндердің жинақталып шөгіп қалуынан болатын сарғыш қоңыр түсті томпайған түйіндер болып табылады. К витаминінің сіңірмеуінен дененің әрбір жеріне себепсізден көгерулер пайда болады, қызыл ектің қанауы пайда болады. Келесі белгі сарғаю. Терінің кілегей қабаттарының сарғайып кетуі, яғни бұл өт жолдарына тас тұрып қалған себепті өт шыға алмай қалады да, соның әсерінен тастар пайда болады. Сонымен қатар зәрдің түсі қою қоңыр түсті болады, ал нәжістің түсі бозғылт ақшылдау түсті болады. Теріде қатты қышынулар пайда болады. Одан кейінгі белгі солярный синдром, яғни солярит деп аталады. Бізде алдыңғы құрсақ аймағында солнечное сплетение, яғни күннің шуағы сияқты шаштары орналасқан нерв тамырлар орналасқан. Осы өт қабының ауруларына байланысты осы жерде айнала, кіндіктің айнала аймағында арқаға берілетін тұйық ауырсыну пайда болады. Одан кейін ол самай аймағындағы ауырсыну, және әйел адамдарда етеккір келердің алдында 1-2 күн бұрын, немесе етеккірдің алғашқы күні созылмалы холециститі болатын болса, сол қатты өшіп кетеді, және 1-2 күннен кейін жағдай жақсарады. Одан кейінгі себеп әртүрлі аллергиялық ауруларға себеп болып табылады. Бронхоспазмын тудыруы мүмкін, кірген кесігін тудыруы мүмкін, буындардың ауруы. Яғни аллергия осы өт жолдары дұрыс болмаған кезде де аллергиялық процестер жиі тағамға, дәріге аллергиялық реакциялар пайда болады. Сонымен қатар жүрек ауруы, жүрек ырғағының бұзылысы және организмде мыстың жоғарылап кетуі салдарынан Вилсон-Коновалов деген ауру пайда болуы мүмкін.